Қазақ халқы нақыл сөзбен сусындаған, аталар сөзімен өніп өскен, даналар өсиетімен тәрбие алып, ұллар өнегесіне тағзым еткен халықтың ұрпағы екені мәлім. Ел ішінде қарапайымдылықты ту еткен, адал еңбекпен өмір сүріп, бүгінде ұрпағымен мың жасап жатқан тұлғалар көп. Қасиетті Ұлытау өлкесінде де ата кәсіппен нәсіп етіп, бар өмірін туған өлкеге арнаған әулеттер аз емес. Елге еңбегі сіңген, халқына қалтқысыз қызмет еткен, адамгершілігімен парасаты мол әулеттердің бірі Смайыловтар әулеті. Ағайынды төрт бауыр жастайынан ауыл шаруашылығымен айналысып, қиын-қыстау кезеңде ел экономикасына елеулі үлес қосқан белгілі шопандар болған. Смайыл әке мен Дәржан анадан тараған балалары адал еңбекпен нан тапқан елге сыйлы жандар. Әулеттің үлкені Смайылов Мұхан 1886 жылы қазіргі Жезді ауданының Қарақұм совхозында шаруа отбасында дүниеге келген. Аймақтағы алғашқы озат шопандардың бірі. Ол өзінің бүкіл өмірін мал шаруашылығына, оның ішінде қой шаруашылығына арнады. Бұрынғы Жангелді ауылында шопан, кейін Сталин атындағы колхозда аға шопан болып, колхоз экономикасын өркендетуге бүкіл білімі мен тәжірибесін жұмсап, аянбай еңбек етті. Ұлы Отан соғысынан кейін мал шаруашылығын өркендету аса қажет болған жылдары колхозда қой шаруашылығының дамуына қосқан үлесі айрықша болды. Әр 100 саулықтан жыл сайын 25-тен қозы өсіру, бір қойдан 3 килограммнан артық жүн қырқу оның тұрақты көрсеткішіне айналды. Сондықтан да ол колхоздағы ең таңдаулы, ең озат шопан атанып, әріптестер арасында зор құрметке бөленді. Шамшырақ шопанның үздік еңбегі өкімет тарапынан да лайықты бағасын алды. СССР жоғарғы советі президиумының 1949 жылғы 12 шілдедегі указымен ауыл шаруашылығының бір топ озаттығы қатарында Мұхан Смайыловқа да социалистік еңбек ері атағы берілді. Смайылов Мұхан 1964 жылы 78 жасында өмірден өтті. Мұхан атамыздың жары Бабыр бидің ұрпағы, Алғияз әжеміз Мұхан атамыздың қолдаушысы бола білген. Ұлы Қали да әкесінің жолын қуып, шопан таяғын ұстаған еді. Еңбегімен ер атанып, жұлдызы енді жанып келе жатқанда 31 жасында ауыр науқастан қайтыс болды. Смайылов Мұханның інісі Арыстан 1889 жылы өмірге келген. Ол да ағасы Мұханның ізімен мал шаруашылығында тер төкті. Мұхан бауырымен бірге қой бағып, оған көмекші бола білді. Смайылов Арыстан көзі тірісінде осы сізде неге орден, медальдар, марапат жоқ деп сұраған балаларына атақ та, даңқ та ағамдікі, мен ол кісі тұрғанда ештеңеге таласпаймын деп жауап береді екен. Міне сол кездегі ағайындардың, бауырлардың арасындағы сыйластықтың жарқын көрінісі. Мұхан мен Арыстан озат шопан ғана болып қоймай, соңдарынан істерін жалғар шәкірттер тәрбиеледі. Сыздығып Әбілқас, Ахметов Тойман, Өксікбай Өміржан сынды шәкірттері ел үмітін ақтап, кейін олар да озат шопан болды. Арыстанның жұбайы Жекен жолдасына серік болып, ауыл шаруашылығы саласында шопанның көмекшісі, күзетші болып ұзақ жылдар қызмет етті. Жолдасы Жекен екеуі Шоқан және Бибіғайша есімді балаларды дүниеге алып келіп, олардан 8 немере сүйді. 1972 жылы Смайылов Арыстан 83 жасында дүниеден озды. Ұрпағы Шоқан Арыстанұлы да әке жолын қуып, 35 жыл қой бағып, мал шаруашылығының дамуына сүбелі үлесін қосқан жан. Смайылов тиесте ағалардың жолын қуып, ауыл шаруашылығында тер төккен. Ол 1892 жылы Қарақұм жерінде дүниеге келді. Совет үкіметі орнағанға дейін байлардың малын бақты. Смайылов тиес Сталин колхозында фирма меңгерушісі болды. Колхоздан 200-250 километр жердегі Қарақұмға барып, бірнеше қыстаудың орнын белгілеп, 7 қыстақ салынуына, бөгет жасап қорғалуына зор еңбек сіңірген. Басқарған фирмасы құм
марқұмға барғаннан бастап өзі зейнеткерлікке шыққанға дейін ең үздік фирма есебінде өтті. 1948-1949 жылғы қатты қыстан аман қалған фирмалардың ішінде Тиес әкеміз бастаған фирма бірінші болатын. Сонымен қатар шаруашылықта бригадир болды. Тиес әкеміз әрдайым қоғам шаруасын бірінші орынға қоятын. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін Қарақұм өңіріндегі Құлжанбай бөлімшесінде балаларының ортасында бақытты ғұмыр кешіп, бейнетінің зейнетін көрді. 1977 жылы 85 жасында дүниеден озды. Артында балалары, немере шөберелері ізін жалғап, есімін ұлықтап келеді. Осы әулетте алдыңғы буын бауырлардың жолымен ауыл шаруашылығында еңбек еткен Әлденов Мағзұм 1913 жылы Қарақұмда дүниеге келген. 1942 жылы соғысқа шақырылып, номер 183 атқыштар полкінде ант қабылдап, отан алдындағы борышын өтеді. 1943 жылы соғыста екі шынтағына, тізе буындарына, жамбас сүйегіне оқ тиіп жарақат алады. 1946 жылы мамыр айында соғыстан туған ауылына екінші топтағы мүгедек болып оралды. Соғыстан оралғаннан кейін Мағзұм Қарақұмда, Байқоңырда ағаларының жолымен ауыл шаруашылығы саласында қызмет жасады. Сондай-ақ мал бордақылап, ет комбинатына өткізіп еңбек еткен. Жеңіс күніне орай бірнеше мерекелік төсбелгілермен марапатталған. Атап айтсақ, 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін медалімен, 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысының жеңісіне 50 жыл, СССР қарулы күштеріне 70 жыл, тағы басқа да төсбелгілерінің иегері. Мағзұмның жары Полина Украинаның Черниговская облысында 1918 жылы өмірге келген. 1938 жылы әскери медбикелік оқуды тәмамдаған. 1942 жылға дейін әскери госпиталда медбике болып жұмыс істеді. Соғыс басталған жылдары Украинадағы медицина техникумын бітіріп, арнайы жолдамамен Қазақстанға бөлінеді де 1942 жылы Қарақұмнан аурухана ашып, сол жерде 1956 жылға дейін еңбек етеді. 1948 жылы Сталин ауылдық округі, 1950 жылы нөмірі 4 Сарысай сайлау округі, 1957 жылы Байқоңыр сайлау округі, 1959 жылы Жангелді селолық сайлау округі бойынша депутат болып сайланды. Мағзұм мен жары Полина 6 ұрпақ тәрбиелеп өсірді. Олардан 15 немере, 31 шөбере сүйді. Әлденов Мағзұм 1988 жылы 17 қазанда дүниеден озды. Бүгінгі таңда Смайловтар әулетінің ұрпақтары ата жолымен ауыл шаруашылығы саласын жалғамаса да, түрлі қызметте қажырлы еңбек етіп келеді. Олар қай саланы меңгерсе де, атадан тараған шыдамдылық, төзімділік, алғырлық сынды қасиеттер сол қызметтің шыңынан көрінуге септігін тигізгені анық. Солардың бірі әулет мақтанышы Әлденов Мағзұм атамыздың ұлы Советбек Мағзұмов, бүгінде ардагер фототілші. Советбек Мағзұмов тәуелсіздіктің фото шежірешілерінің бірі. Журналистикада жарты ғасырдан астам жұмыс істеген ол түрлі саяси оқиғаларда халықтың руханиятқа қатысты өмірін суретке түсірді. Егемендіктің алғашқы жылдарын еске алған фотограф бізге айрықша бағалы фотоларын көрсетті. Елбасы Қиуас Доспановаға халық қаһарманы атағын беріп тұр. Ал мына кісі белгілі журналист Илья Жақанов. Ал мына тұрған кісі қазақтың белгілі ақыны Тұманбай Молдағалиев. Бұл кісіге де марапат болды. Бүгінде Смайловтар әулеті елімізге сыйлы шаңырақтардың бірі. Олар Смайыл ата мен Дәрежан анадан нәр алған қазақы қасиеттерін мақтан тұтады.